Сәлем достар, бүгін сіздермен ішінен ақша шығатын тортымыз дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз ақшаларымызды салафан мешокқа немесе файлға осылай салып, артық жерлерін кесіп орналастырамыз. Барлық ақшаларымызды осылай файлға салып шықтым. Осы уақытта үтігімізді қыздырып қоямыз. Міне осындай парақшаны қойып, шет-шетін жапсырып шықсақ та болады, немесе парақшаның астына ақшаны қолына қойып бір үтіктеп жүрсек болады. Файл жұқа болғандықтан бірден жабыса кетеді. Міне осылай ақшаларымызды енді біріктіреміз. Скотчтың көмегімен осылай біріктіріп шығамыз. Үстіңгі бөлігінде, астыңғы бөлігінде осылай скотчпен жапсырып алыңыздар. Барлық ақшаларымызды осылай жапсырып болдық. Енді шетінен нығыздап орап шығатын боламыз. Нығыздап орамасаңыздар, торттың қанша жерін алуы мүмкін. Нығыздап орап шығыңыздар. Міне осылай орап шықты. Енді бізде бір түн тоңазытқышта тұрған тортымыз дайын. Бұл тортымыз менің каналымда бар рецептісі. Қарасаңыздар болады. Осылай ақшаның көлемінде етіп, төртбұрышты етіп кесіп, корждарын алып қоямыз. Сәл кеңдеу етіп жасаған дұрыс, себебі ақшалары қысылып қалмай шығатындай болуы керек. Енді біз ақшамызды көпірме орналастырып қойғанбыз, дайындап. Алдымен пленканы осы кескен жерімізге қойып, көперімізбен ақшамызды осылай орналастырамыз. Жақсылап орналастырамыз, себебі шықпай қалу қаупі бар бұл тортта. Сондықтан дұрыстап орналастыруға тырысыңыздар. Міне орналастырып болған соң беткі корждарын қоямыз. Аптяшкаға крем дайындағанбыз. Сол кремді екі бөлікке бөлеміз. Бұл черновой креміміз. Бірінші бөлігі осылай тортты айнала қаптап шығамыз. Жан-жанына, барлық жеріне кремдерімізді жағып, тегістеп шығамыз. Черновой кремімізбен қаптап болғаннан кейін 3-4 сағатқа тоңазытқышқа тағы да жіберетін боламыз. 3-4 сағат тұрғаннан кейін тортымызды алып, тағы да креммен қаптайтын боламыз. Тағы да тегіс емес жерлерін тегістеп, осылай жағып, айналасына жағып, осылай шығамыз. Міне қалған кремімізді тегістеп болғаннан кейін шет-шетіне айналдыра гүл жасап шықтым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша оформление жасасаңыздар болады. Менде осындай гүл жасауды ұйғардым. Міне. Енді менде қалған креммен астыңғы бөлігіне де гүл жасап шықтым. Себебі мен оформлением гүлден тұрады. Міне осындай мастикадан жасалынған гүлімізбен әрлейміз.
қалай орналастырсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Әдемі болған сайын торты сәнді көрінеді. Жапырақшаларын қойып, бұл да мастикадан жасалынған жапырақшаларымыз. Яғни зияны жоқ. Посыпкаларды сеуіп әрлесеңіздер болады. Бұл менде анаға арналған торт, сондықтан гүл қоюды ұйғардым мен сәнді көріну үшін. Міне тортымыз дайын. Қандай әдемі торт шықты. Ал менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Нәтижесі осылай. Көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.